Ассалаумалейкум, құрметті трейдерлар. Бұл видео МТ5 сауда платформасы туралы болады. Бастайық. Ең бірінші бізге керек мына жоғары жағындағы, сол жағындағы мына 3 горизонталь линия. Соны басамыз. Бұл жерде ең жоғары жағында управление счетами деп көкпен жазылып тұр. Соған бассаңыздар, ар жағынан жаңа окошко ашылады. Сол ашылған беттен жоғары жағында плюс белгісі тұрады. Сол плюсті бассаңыздар, жаңағы ашылады окошкалар, брокеріңіз жазасыз, одан кейін счетыңыздың номерін жазасыз, пароліңізді жазасыз, содан кейін сервер жазасыз. Соның бәрін вводить етсеңіздер, сіздің жаңағыдан ашқан счетыңыз осы терминалда пайда болады. Егер новичоктар болса, алғашқыдан ашып отқан, осы счетты ашқан кезде сізге почтаңызға бүкіл данныйлары келеді. Соларды вводить етесіз де қоса бересіз. Келесісі бізге керек настройки. Осыны басамыз. Бұл жерде керек болатыны бізге торговля в один кликте, қосу, өшіру. Одан кейінгісі ең астында мына выбрать тему деген бар. Қазіргі тұрғаны системный настройки по умолчанию дейді. Ақ фонда бәрі. Бізге темный керек дейік. Мысалы үшін темный ұнататын адамдар болса, осыны бассын. Міне бәрі қараға ауысты деген сөз. Түгел. Графикті ашсаңыз, бірақ мынандай ақ болып қалды. Осыны қалай өзіңізге ыңғайлайсыз? Кез келген жерін басасыз. Осындай домалақ шығады. Оның мына кнопкасын басасыз, мына стрелка қойдым ғой. Осыны бассаңыз, ең астына түсесіз цвета деген. Соның кейін жоғары жағында цветовая схема деп тұрады. Сол жағында соны басасыз. Зеленая на черном деп тұр. Одан кейін сетка дегенде мына сұрды қараға ауыстырасыз. И сохранить дейсіз. Қайтадан графикке шығасыз артқа. Мына графигіңіз осындай болып пайда болды. Егер ұнатқан адамдар болса, осы істей беруге болады. Ал енді біз қайтадан бұрынғы қалпына келтірейік. Қайтадан настройкаға кіреміз. Ең төмен жағында выбрать тему. Үстіңгісін басамыз. Қайтадан орнына келді. Бірақ графигіміз қалып қалды. Графикті қайтадан орнына келтіру үшін қайтадан басамыз. Настройки. Ең астында цвета. Жоғары жағында цветовая схеманы басамыз. Черная на белом. Сохранить. Артқа шығамыз. Графигіміз орнына келді. Басты бетке өтейік. Чарты. Осы жерде ең астында котировки деп тұр. Осыны басамыз. Бұл жерде бізге керегі, мысалы осыған қосқыңыз келсе қоса аласыз, өшіргіңіз келсе өшіріп тастай аласыз, және орындарын ауыстыра аласыз. Көрсетіп берейін. Мысалы редактировать деген мына жерде қарындаштың суреті тұр. Соған басасыз. Одан кейін керексіз парларыңызды алып тастасаңыз болады. Мысалы үшін аны алып тастайық. Кетті. Одан кейін мына жоғары жағы, сол жақ шетінде әр пардың қасында өзінің нелері тұр. Ондай сызықшалары. Соны басып ұстап тұрсаңыз, түсі өзгереді. Ары бері қозғай бересіз. Мысалы үшін жоғары төмен өзіңізге қалай ыңғайлы келтіріп ретретмен қойып аласыз. Мысалы жиі пайдаланатын алтынды пайдаланса, алтын жоғары жағында, биткоин болса, биткоинді екінші қойып деген сияқты өзіңізге ыңғайлап келтіріп аласыз. Одан кейінгі мынаған тағы да қосқыңыз келсе, плюсты басасыз жоғары жақтан. Ішінен таңдап аласыз. Қандайын қосқыңыз келеді. Мысалы, мына жерде аудио қайтадан қосайық. Ол қайтадан қосылды, мына жерде көрініп тұр. Графикке ауысайық. Чарты. Бұл жердегі айтатын заттарды ретмен айтып кетейін. Ең жоғарыда плюстың белгісі тұр. Перекрестие деген. Соны бассаңыз, әр свечаның уақытысын көруге болады. Датасы, уақытысы. Төмен жағында бүйтіп жаңағы минимум, максимум көрсеңіз болады. Апарып мысал үшін. Болмаса мына жоғары жағында ашылған әр свечаның ашылған максимальный бағасы, ең төменгі бағасы және жабылған бағасы. Соны көрсетеді бұл. Оның қасында индикатор қосқыңыз келсе F плюс деп шығады. Moving average. Сохранить. Мысалы стандартный настройкамен шықты ғой. Тағы біреуін қойық. Осциллятордан MACD болмаса MACD дейді. Сохранить. Қайтадан график өтеміз. Мына екеуі де шығып тұр. Оны қайтадан удалить ету үшін қайтадан индикатордың знагына басамыз. Оны плюстың қасында тұрған жоғарыда. Қайтадан бастық. Корзина. Галочка қоямыз. Удалить еттік. Графигіміз таза болды. Қасында таймфрейм. 1 минуттан 1 айға дейінгі ауыстырып өзіңіз қалаған уақытыңызға қоя бересіз. Одан кейінгісі лимитный ордерлер. Мысалы бастыңыз buy limit деп шықты.
Бұны бай лимитті тура осы тұрған жерден сел стопқа ауыстыру үшін тура осы бағадан дейік. Мына жерде төменгі жерге бай лимит деп жазылып тұрған үстін бассаңыз сел стопқа өзгерді бұл. Так, енді бұл сел стопымызды қайтадан басайық. Бай лимит шықты. Егер бағаның жоғары жағына қойсаңыз, бұл сел лимит болып шықты. Көрдіңіз ба? Сел деп тұр. Сел лимит. Егер осыны жаңағы тура осы бағадан бай стопқа ауыстырғыңыз келсе, қайтадан сел лимитті төмен жақта тұрған басасыз. Бай стопқа ауысты деген сөз. Мына жерден крестикті басып өшіріп тастасаңыз болады. Так, бұны мысалы қойдыңыз дейік, установить еткіңіз келді дейік. Мына жерде стрелка тұр, шығып төменгі жағында. Осыны бассаңыз, установить деп шығады. Қосып қоясыз. Қайтадан мына линияға бассаңыз, удалить деп тұрады. Удалить ете саласыз. Енді бұл графиктегі айтылмай қалған тағы бір нәрсе. Ең жоғары жақта тұрған торговый панель. Sell buy деген. Осының мына кнопканы бассаңыз, өшіп салады. Ең жоғары жағында тұр. Оң жақ жоғарыдағы. Соны бассаңыз, бұл кетіп қалады. Бассаңыз қайта пайда болады. Осы кейде мына график көбірек жерде ашық тұрсын десеңіз, бұны алып тастауға болады. Мешкет етпесін деп. Ол екеуінің ортасындағы лоттың размері тұр. Бұны енді азайтсаңыз да болады. Мысалы 0,2-де тұр, 0,01 болды. Жоғары стрелканы бассаңыз, қатар баса берсеңіз, шыға береді 0,4, 0,5 болып. Болмаса мына жерден қосасыз 0,6, мысалы 1 лот деп, болмаса 2 лот деген сияқты. Қайтадан азайтатын жағы мына жағына басасыз да қоса бересіз. Одан кейін мына торговый панельді астыңғы жағына апаруға болады. Ол үшін кез келген жерінен басасыз. Жаңа плюспен мына үшбұрыш домалақ фигуралардың ортасынан вертикальный линияны басасыз. Настройка. Ең төмен жағында предпоследний панель торговли в один клик внизу дейді. Соған галочка қоясыз болды. Мына астынан шығып тұр. Осылай ыңғайлы болса, осылай солай жасай берсеңіз болады. Ал енді тағы бір айта кететіні, мына графиктің оң жағында бағалар жазылып тұрған жақ шетінде. Осыны жоғары төмен қозғап, вертикальный размерін өзгертуге болады. Мысалы, басасыз да төмен қарай тартсаңыз, мына биіктігі өзгереді графиктің. Жоғары тартсаңыз, жоғары биіктігі өзінің орнына барады. Одан кейін, мынаны байқамай тұрып, мына оң жақ шеттегі осы тұрған бағаларды кетіріп бассаңыз, мысалы, басып тұрып, ұстаңқырап тұрсаңыз, мына жақтағы бағалардың бәрі кетіп қалады. Енді оны кетірудің керегі жоқ, просто абайсызда солай кетіп қалған жағдайда қайтадан мына графиктің кез келген жерден бір түртсеңіз болды, қайтадан орнына келеді. Одан кейінгісі айтайын дегенім, мына панельді орнына жоғары жағына қойып қояйық. Келесі мына кез келген жерін түртсеңіз, мына домалақ шықты. Бұның бәрі белгілі, бәрі основном таймфрейм. Одан кейінгісі индикаторы, мына тұрған индикаторлар. Одан кейінгісі мынау перекрестие. Одан кейін мынау графические фигуры, жаңағы треугольник, домалақ, болмаса жаңағы квадрат, прямоугольник сызсаңыз болады. Одан кейінгісі мына ортада тұрған ең қажеттісі осы настройка графиктің жаңағы өзіңізге ыңғайлап цветін, басқасын келтіріп алғанға осы настройкасы. Бұның бәрі түсінікті болды. Келесіміз торговля деген, мына жерде көрініп тұр. Осы туралы айтамыз. Бұған өтсек, мысалы, сіздің балансыңыз ғана тұрады, басқа ешқандай информация жоқ. Егер сделкаңыз ашық сделка болмаса. Енді біз ашайық, мысалы, бір-екі сделканы. Енді кірсек, міне детальный түгел тұр, қанша жаңағы маржа ұсталып тұр, қанша свободный маржа бар, уровень маржи деген сияқты. Енді мынаның кез келгенін бүйтіп тұрып қалсаңыз, стоп-лосс тек профит қаншада тұрғаны мысалы көрініп тұрады, көргіңіз келсе. Осы бүйтіп басып ұстап тұрсаңыз, мындай аздаған қарапайым функциялар шығады. Закрыть позицию, изменить деген сияқты, жаңа ордер, чарт деген сияқты. Осылар. Содан кейін былай оңға қарай, оңнан солға қарай, былай қарай тартсаңыз, кез келген ашық тұрған позицияны мынандай тағы да қосымша функциялар шығады. Мынау жабу, болмаса жартылай жабу, мынау редактировать ету екіншісі, одан кейін плюс, тағы бір сделка қосу, одан кейінгісі графикке ауысу деген сияқты. Осыны көрейік. Міне, мысал үшін қанша 0,10-тен ашылыпты, осының жартысын жауып тастау керек бізге. Мына жерден өзгертеміз лотты,
мына жерде 0,10 деп тұр ғой. Осыны басамыз. Мына жағына басайын. Так, 0,5 болды. Закрыть. Мына жартысы жабылды, мына мынауымыз. Жартысы жабылды да, жартысы қалды мында. Үстінен санағанда екіншісі 0,5 болып қалды. Сонан кейін бұның бәрін бірақ жауып тастасаңыз болады. Мына үстінде тұрған 3 точка тұр ғой, 3 точка мына үстінде. Соны бассаңыз, закрыть все позиции дейді. Закрыть убыточные позиции или прибыльные позицияларыңызда болса, мысалы әртүрлі инструменттен біреу прибыльмен, біреу убытокпен, онда прибыльный бөлек жазылып шығады, убыточный бөлек жазылып шығады. Мына жерде бәрі убыточныйда тұрғаннан кейін убыточный деп тұр. Все позицияды бассаңыз, түгел жабыла қалады. Бұл торговля в один клик болғаннан кейін осылай. Одан кейін мысалы мына жерде тағы бір көрсете кететін жайт. Так, мынаны алайын. Мына жерге осындай астынан бастап былай шыға бастайды нелер жазылып, жаңағы сделканы ашқан сайын торговля в один клик болған кезде. Мысалы сел баса бердім дейік. Бәрі мына жерге шықты. Одан кейін мұнан қарасаңыз, мұны бәрі ашылып тұр. Бұны жаңағы мына 3 точка басасыз да түгел жауып тастай саласыз. Енді мына жерге жаңағылар бүйтіп шығып көрінбесін десеңіз, мына жерге жаңағы шықпасын десеңіз, онда настройкаға кіресіз қайтадан. Ең астынан санында 3-ші торговое уведомление деген бар, соны галочканы алып тастайсыз. Болды, енді қанша сделка аша берсеңіз де жаңағы жазылып шықпайды мына жерге, неге графиктің үстіне. Келесі мына үстінде тұрған инструменттерді ауыстыру үшін, мысалы графикті, мысалы биткойн USD деп тұрған, соны ауыстыру үшін осыған басасыз. Мына астына сіздің қанша графигіңіз бар, соның бәрінің списогі шығады, ішінен таңдап аласыз керектісін. Одан кейінгісі мына астында тұрған бағалар, ашылғаны, high, low и жабылған баға, болмаса қазіргі жүріп жатқан моменттегі актуальный баға. Осы графикке мешать етпесін десеңіз, егер, онда бұны алып тастауға болады. Настройкаға кіресіз қайтадан. Ең үстіндегі галочканы алып тастайсыз. Міне, графиктен кетіп қалды. Одан кейін тағы бір несін айта кетейін, оны ұмытып бара жатыр екен. Торговая история деген кейде осылай қосылып қалады. Мысалы, сіз жаңағы графикті жүктеген кезде, осы MetaTrader 5-те, сол кезде бұл қосылып тұрып қалады кейде. Соны мысал үшін графикпен жұмыс істегенге сізге мынандай кедергі келтіруі мүмкін. Міне бәрі жасаған саудаңыздың бәрінің ізі қалып қалады осында. Сондықтан осыны кетіру үшін настройкаға кіресіз, қайтадан басыңыз. Мына жерде астыңғы жағына таман ортасында торговая история деген бар, соны галочканы алып тастайсыз. Сонда графигіңіз тазарады. Жаңағы жасаған саудаңыздың меткалары қалмайды графикта. Одан кейінгі айтылатын мына история деген, бұл жерден айтатындай ештеңе жоқ. Мына оң жақ жоғарыда календарьдің иконкасы тұрады. Соны бассаңыз, мындай бүгінгі күн, соңғы апта, соңғы ай деген сияқты жазулар шығады. Соны өзіңіз таңдап аласыз да анализ жасай бересіз. Осымен видеомыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Білмегендерге пайдасы тисін деген ниетпен жазылған видео. Саудаларыңызға сәттілік болсын.